Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін пиденің рецебімен бөлісемін. Дәмі деген керемет әрі оңай жасалады. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Алдымен жылы суға тұзымызды салып араластырамыз. Келесі ұнға ашытқымызды және қантымызды салып араластырып аламыз. Суымызды құйып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды осылай елесеңіз, қамырыңыз өте әдемі шығатын болады. Қамырдың сыртына осылай май жағамыз. Менде зәйтүн майы жоқ болса, сұйық май қолдансаңыз болады. Тек май қамырды жұмсартады. Қамырдың бетін жауып, әдемі көтерілу үшін жылы жерге қоямыз. 30 минутта көтеріледі. Қамыр көтерілгенше пиденің салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пияз бен тәтті бұрышты салып, кішкене қуырып алдым. Фаршты салып қуырдым. Фарш бір-бірінен толық ажырағанша осылай қозғаймыз. Келесі тұз бұрышын салып, бетін жауып, астыңғы отын жай қойып, 5 минуттай бұқтырамыз. Су құймаймыз, өз буында пісіп шығады. Міне қамырымыз әдемі көтерілген. Бұл қамырдан 3-4 пиде шығады. Қолымызды майлап, қамырдың аз бөлігін бөліп аламыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын қойып, өзіңіз қалаған формада жаясыз. Салмасын саламыз. Бірінші сыр саламыз, сосын жаңа дайындаған фаршымызды саламыз. Сыр ең бірінші салғанымыз пиде өте жұмсақ болып шығады. Шет-шетін осылай қайырып шықтым. Қайырғаннан кейін қамырдың астыңғы жағын міндетті түрде басып шығамыз. Листіге салып, шетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған 200-220 градустағы пешкаға салып, 15-20 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пешкасы әртүрлі, сондықтан градусын абайлаңыз. Салмасына өз қалауыңызша салсаңыз болады. Үйдегі бар заттар сыр, шұжық, қызанақ қана салсаңыз болады. Мен 2 штук пиде дайындадым. Қалған қамырға клеенка кигізіп, морозилкаға салып қойып, басқа күні дайындасаңыз да болады. Міне пидеміз дайын болды. Пісерге қарсы сыр салдым. Сыр ерігенше 1-2 минут қайтадан печкаға қойып алдым. Өте дәмді шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға қатты ұнайтын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.